Достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Менде барлығы жақсы, шүкір. Тұрып тіршілікке кіріспесек, что-то үйде жатып төрт қабырғаның ішінде жым болып кететін болдық. Айтпақшы, шашымды өзгерттім. Енді постоянно осы прическамен көретін боласыздар. Өзгермейді. Химия салдырып тастадым, короче. Бір көрейінші дедім, эксперимент жасап. Өсіп жүремін. Сол қазір шығам сыртқа. Бүгін Толонайдың үлкен баласының туған күні. Барып құттықтап, содан бүгін студияға барам. Студияға барып, бұйыртса шығайын деп жатқан әніме дауыс жазам. Бүгін Алла қаласа сәттілік тілеп қойыңыздар. Құрметті достар, мен осы Алматы қаласында өзіммен бірге тұратын бір жігіт іздеймін, жігіт адам. Порядочный, и потом мобилограф, немесе маркетолог, немесе таргетолог, бизнеске де кішкене қатысы бар, өнер жағына да бір қатысы бар болса да болады. Короче, сондай бір салалармен араласатын, айналысатын адам болса, желательно болашақта бірге тұрып, бірге жұмыс жасап, бірге өсетін, және де ең бастысы ішпеу керек, шекпеу керек, тәртіпті болу керек. Если что, бар болсаңыздар, маған жазыңыздар.